Баршаңызға қайырлы күн. Мен Жайық негізгі орта мектебінің 8-ші оқушысы Аяпберген Арайлым. Менің отаныма менің бастамам шығармашылық жоба байқауы Қазақстанның 7 кереметі номинациясы бойынша қатысушысымын. Жоба тақырыбы Жайық қалашығы. Енді зерттеу жұмысының мақсатына келетін болсақ, Жайық қалашығынан табылған археологиялық ескерткіштерді насихаттап, тарихын анықтау. Туған өлкеміз Орал қаласының 4 ғасырдан астам тарихы бар. Кең пейілді ашық және қонақжай қала Жайық өзенінің жанында орналасқан. Жайық өзенінің атауына келетін болсақ, ол жалпы түркі тілдеріндегі кеңінен жайылып ағатын деген мағынаны білдіреді. Бұл өңірде ешқандай өркениет болмаған деген пікірлер негізсіз екенін бүгінгі күнде археология ғылымы дәлелдеп отыр. Орал қаласының негізі Жайық қалашығынан басталған деген дерек бар. Қалашық орнынан тас кірпіштер, шығыр құмыралы табылған. Бұл заттарды зерделей келе, ғалымдар жалпы түрде Жайық қалашығы деп аталатын көне қорымда орта ғасырда шамамен 2,5–3 мың адам өмір сүрген айтып отыр. 2001 жылы Ақсай үлкен Шаған Атырау құбыр жолы тексеру кезінде Орал қаласының маңынан көне шаһар орны табылған. 2002–2005 жылы Алматыдағы Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институтының қызметкерлері мен Батыс Қазақстан облыстық тарих және археологиялық орталығының мамандары бірлесіп зерттей отырып 2005 жылы ескерткішке Жайық қалашығы атын берген. Жайық қалашығының оңтүстік аумағын Жайық өзені шектесе, басқа жағын табиғи жыраулар қоршап жатыр. Жайық қалашығының аумағы қазіргі таңда 7-8 гектарды құрайды. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде қалашық жанынан тұрғын-жай қоғамдық және шаруашылық нысандары табылған. Қазір бізге кірпіш және әктас күйдіретін пештер, қала моншасы, тұрғын үй жайы және қалашық бетіндегі кесінділер белгілі. Кірпіш пештеріне тоқтала кететін болсақ, 2012 жылы археологиялық зерттеу нәтижесінде кірпіш және әктас күйдіретін пештердің қалдықтары табылған. Пештің биіктігі 120–150 сантиметрді құраған. Бұндай нысандар кірпіштерді, жылтыр тақташаларды, үлкен ыдыстарды күйдіріп жасауға арналған. Жайық қалашығында мұндай пештердің әзірге 2-і табылған. Мұның алғашқысы 2002 жылы қазба жұмыстары кезінде анықталған болатын. Осы кірпіш күйдіретін пештен 50 метрдей жерде әктас күйдіретін пеш табылған. Қазірде 13 қатарлы кірпіші ғана сақталған. Шығыс моншасы. Хаммам әдетте қаланың ортасында орналасқан, жер деңгейінен 150–170 сантиметр тереңдікте жайласқан. Ағын сулар қыш құмыраларының көмегімен орталық бір орға жиналған. Қазба жұмыстары кезінде осындай құбырлар көптеп табылған. Тұрғын жайлары 2 бірдей бөлмеден тұрған, орталарын қалың күрделі қабырға бөлген. Қабырға қалыңдығы 80 сантиметрді құрайды. Қалашықтан 1,5 километр ары қашықтықта Свистун гора биіктігінде орталық бейіті орналасқан. Бейітте оба мен кесенелер табылған. Олардың ішінде анағұрлым танымалы 2 кесене, біріншісі үлкен кесене, екіншісі кіші кесене. Бұл ескерткіш жоғарғы тап өкілдеріне, яғни ақсүйектерге тиесілі болды деген болжамдар бар. Бұндай жәдігерлер Алтын Орда қалаларының құрылыс ғимараттарында да кездеседі. Көріп тұрғандарыңыздай, бұнда көне жәдігерлердің қалдықтары бейнеленген. Енді осы археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатырған қала туралы тарихи жазба деректер бар ма? Ағайынды Петиганилердің 1367 жылы Алтын Орда туралы жан-жақты мағлұмат берген картасы біздің ескерткішімізге өте бағалы құнды ақпарат береді. Бұл деректе Лаэтидің шығысында атаусыз қала көрсетілген. Егер Лаэти сарайшық болса, атаусыз қала Жайық қалашығы деуге болады. Біздің мұнда тұжырым жасауымызға бірнеше дәлелі бар. Біріншіден, қазіргі Орал және Атырау қалаларының арасынан сарайшықтан басқа ірі ескерткіштер әлі табылған жоқ, ал біздің Жайық қалашығы дәл осы орталықта орналасқан. Екіншіден, жоғарыда атап кеткеніміздей, Жайық қалашығы аумағынан кірпіш заводтар табылған. Үшіншіден, 1562 жылы ағылшын
капитаны Дженкинсон сауда мақсатында Мәскеуден Үргеніш қаласына дейін сапарлаған болатын. Ол өзінің жүріп өткен жолдарын картаға бейнелеген. Картадан сарайшықтан жоғарыда кішкене белгімен Жайық өзенінің маңынан бір қала белгіленген. Сөзімді қорытындылай келе, археологтардың пікірі бойынша Жайық қалашығы қазіргі Орал қаласының арғы тізегі болып табылады. Жайық қалашығының табылуы осы аймақта 10 ғасырдан бастап қала мәдениетінің пайда болғандығын, орта ғасырлар авторының және 20 ғасыр ғалымдарының еңбектерін дәлелдейді. Сондықтан да аталған тарихи ескерткіштің құндылығы сонда. Біздің аймақта Яйц қалашығынан да көне қала болғандығының тікелей дәлелі. Назарларыңызға рахмет.